Бәріңізге сәлем, мен Мардан. Каналыма қош келдіңіз. Бұл видеода сіздерге Шегинулдың не екенін білмейтін бір ел туралы айтатын боламын. Бұл ел барлық көршілерінің шабуылына төтеп берген. Күресу бұл елдің тарихи хоббисіне айналған. Дайын болсаңыз видеоны бастайық. Айтып отырған елім Польша. Бұл ел үшін күресу символ халына келгені соншалық, Польша әнұранының аты Польша әлі өлмеді деген мағына береді. Батысында Германия, оңтүстік батысында Чех Республикасы, оңтүстігінде Словакия, оңтүстік шығысында Украина, шығысында Беларусь, солтүстік шығысында Ресей және Литва, солтүстігінде болса Балтық теңізі бар. Польшаның географиялық тараптан Европаның ортасында болуы оның пайдасына болып көрінсе де, тарихқа қараған кезімізде ең үлкен проблемасы осы болған. Проблема болса Ресей және Германияға көрші болуы. Бұл елге Германия, Ресей, Словакия бірнеше рет шабуыл жасаған. Осылайша тарихта 120 жыл бойы басқа елдерге тәуелді болған. 1600 жылдан бастап 1945 жылға дейін, яғни 345 жыл бойы бұл ел қаншама рет басып алынып, 3 рет тарих картасынан жойылып кетеді. Екінші дүниежүзілік соғыс Германияның Польшаны қиратуымен басталады. Польша бұл соғыста ең көп зардап шеккен ел болды. Немістердің түрлі зұлымдарына шыдай алған астанасы Варшаваға бомба көп тасталған соншалық қала теп-тегіс болған еді. Бірақ еңбекқор Польша халқы суреттерге қарап жоқ болған ғимараттарды қайтадан қалпына келтірді. 50-60 жыл бұрын құрылып, 100 жыл бұрынғы атмосфераға ие болған бұл қала ЮНЕСКО тарапынан қорғауға алынған. Бүгінгі таңда Польша Европаның ең үлкен 9-шы елі. 1999 жылдан бері НАТО, 2006 жылдан бері Еуроодақ мүшесі. Жер көлемі 312.679 км квадрат болған Польшаның халық саны 38 миллионға жуық. Елде өлім және туу көрсеткіші бірдей болғаны үшін халық саны жылдар бойы өзгермей бір қалыпта. Астанасы Варшавада 1,7 миллион адам өмір сүреді. Польша халқына этникалық тараптан қарайтын болсақ, ең біртекті халық екенін көреміз. Халықтың 98% таза польшалық, қалған 2% болса неміс, орыс, белорустардан құрылған. Отан ішінде жағдайлар осылай болса, басқа елдерде польшалықтар ең көшпелі халықтардың бірі. Польшада қанша халық бар болса, басқа елдерде де дәл сондай польшалық өмір сүреді. Жер бетіндегі польшалықтардың саны шамамен 55 миллион. Польшаның 90% католик, шамамен 80% шіркеулерге тез барып тұрады. Заңдарында да дінге байланысты өте ауыр заңдары бар. Елде ешбір орган ресми түрде католиктен бас тарта алмайды. Олардың дінге берілген соншалық, егер сіз ол елге барып, сіздің мұсылман екеніңізді білетін болса, сізді жылы қарсы алмайды. Достар, видеоны тоқтаттым. Осы жерде комментарияларыңызды, лайктарыңызды басып алыңыздар. Бұл нәрсені әр видеода есіңізге саламын, өйткені көпшілік видеоны көреді, өзіне керек мәліметті алып шығып кетеді. Жоқ, достар, олай емес. Видеоға лайк басып, комментарий жазып, жақсы пікірлеріңізді, ел туралы пікірлеріңізді барлығын комментарий жазыңыздар. Бұл нәрсе каналдың дамуы үшін өте маңызды, достар. Бұдан алғы видеолардың барлығында сіздерге ескертіп жатырмын, және сіздер де мені ренжітпей, әрдайым менің өтінішімді орнына алып келдіңіздер, достар. Сіздерге алғысым шексіз. Олай болса видеоны жалғастырайық. Парламенттік демократиямен басқарылатын Польшаның туы бейбітшіліктің символы ақ түспен, соғыста бейбітшілік үшін төгілген қан түсі қызыл түстен тұрады. Европаның алғашқы заңы әлемде екінші орында тұратынына байланысты Польшада жарияланады. Алғашқысы болса ақшта жазылған. Қазақстаннан Варшаваға 5-6 сағатта жетіп баруға болады. Орташа өмір сүру ерлерде 72,2 жыл болса, әйелдерде 80,8 жас. Польшада отбасы құру жасы 29 жас болуымен Европада ең жас отбасын құру жас көрсеткішіне ие. Ресми тілі Польша тілі. Ақша бірлігі злоти. Бір злоти болса 106 теңгеге тең келеді. Бір польшалықтың бір күндік қызық өміріне қарайтын болсақ, польшалықтар таңғы асты шаймен ішеді. Бұл шай әрине лимонды болады. Лимонды шай ішу символ болып қалыптасқан. Мысалға бір жеріңіз бар және үй салғыңыз келеді. Бұл жеріңіздің айналасында басқалардың үйі бар. Алдымен сіз әкімдікке мен осы жоспармен үй салғым келеді деп өтініш қалдыруыңыз керек. Артынан әкімдік сіздің жеріңіздің қасындағы үй иелерінен осы кісі сіздің үйіңіздің қасынан үй салғысы келеді. Сіз қарсы емессіз бе деп сұрайды. Сіз ол кісілер рұқсат берсе ғана үй сала аласыз. Польшаға турист болып барсаңыз, кешке қарай мұқият болуыңыз керек болған нәрсе бұл қыздар. Қыздар келген туристерді өздері келісіп алған барларға алып барып ішімдік ішкізеді. Артынан есеп төлейтін кездегі, есепті көрген кезіңіздегі сезіміңізді өмір бойы ұмытпайсыз. Польшаға туылған күн құттықтау сияқты есім құттықтау да бар. Мысалға есіміңіз Мардан болса, 5 қаңтар күні сіздің күніңіз, және бүкіл мардандардың есімін құттықтау осы күні өтеді.
Polshadагы ден соолук сактоо органдары барлыгы үчүн тегин жумуш жасайды. Улуттук ден соолук қоры тарапынан каржыландырылады. Бирок тегин ден соолук кызметинен пайдалануу үчүн сактандырылган болуңуз керек. Және бул көбүнесе жумуш берүүчү тарапынан жасалынады. Ар айдын жексенби күндері жанармай станциялары, кишигирим торт сататын дүкендер, ресторандар, гүл сататындар, почталар, темеки сататын жерлер, сыйлыкка түрлүү буюм сататындар, коомдук көлүктөр, әуе жайлардан бөлек барлық жерлер жұмыс істемейді және басқа сауда түрін жасауға тыйым салынған. Осындай заң болуу себебі үкіметтің халықты шіркеулерге баруға ынталандыруу деп білінеді. Үлкен сауда орталықтарда жұмыс істемейді. Бұған себеп шетелдік компаниялардың бұл күні ақша табуына тосқауыл болуу үшін екені айтылады. Сауда жасауға тыйым салынған жексенбі күндері болса, осылай белгіленіп көрсетілген болады. Қоғамдық жерлерде темекі немесе спирттік ішімдік қолдануға тыйым салынған. Бұл істің алғашқы себебі болса, жастарға жаман үлгі болмау. Далада темекі шегудің жазасы 500 злоти. Спирттік ішімдік қолданудың жазасы болса 100 злоти. Темекі шегу және алкоголь қолдану үшін белгіленген арнайы жерлер бар. Ішімдік ішкеннен кейін көлік қолдану былай тұрсын, великке де отыра алмайсыз. Күннің қай кезеңінде көлік қолдансаңыз да, көлігіңіздің жарық шамдары жанып тұру керек. Егер жанып тұрмаса 200 злоти штраф төлейсіз. 2014 жылы 18,5 миллион турист қабылдаған Польша, қанды тарихына қарамай, бүгінгі таңда ең көп турист қабылдайтын елдердің бірі. ЮНЕСКО дүние мұрасы тізімінде 17 Польшаның жері бар. Оның ішінде сондай бір жер бар. Ол жер бұл елдің қараңғы тарихына ие. Бұл жер 2-ші дүниежүзілік соғыс кезіндегі немістердің Освенцим Биркенау концлагері. Тарихтың қанды күндерін естен шығармау үшін 1947 жылы Польшада Освенцим Биркенау музейі құрылған. Бұл музей тарихтағы қанды күндерді еске салып, әрдайым алға қарай жүруді еске түсіріп тұрады. Достар, ютубер болғысы келетіндерге өте керемет бір курс дайындағанмын. Курстың 4 сағатыны көпшілік сатып алып көріп жатыр. Бұдан кейін жаңа видеолар шығып жатыр. Курс тек қана видео сабақтардан болады, достар. Курста қалай ютубер боласыз, қалай подписчик жинайсыз, видеоларыңызды қалай көп көрілім аласыз, қалай ақша табасыз деген сұрақтарға барлығына жауап бердім, достар. Бұдан кейін жақында білесіздер, YouTube Shorts'та монетизация қосылды. Енді Shorts видеолардан да ақша табуға болады. Бұлардың да барлығын детально түсіндірген курсым тек қана 5000 теңге, достар. Барлық адамға қолжетімді, ондай қымбат емес. Алсаңыз да өзіңіздің өміріңізге бір нәрселер үйренесіз, достар, ешқандай өкінбейсіз. Барлық мәліметтерді осы жерге сайтта қалдырамын, осыны номерді қалдырамын. Сатып алғыңыз келсе, WhatsApp'тан жазыңыз, немесе толық мәліметті сайттан кіріп, ең астында сатып алу деген жерге басатын болсаңыз, сіз тезде курсқа ие боласыз, достар. Олай болса, видеоны жалғастырайық. Бұл жер гетто қаһармандар майданы. Бұл майданда орташа орындықтың үлкен болған 37 темірден жасалынған орындық бар. Сырттан қараған кезде мағынасы жоқ болса да, негізінде бұл жер азапқа толы өткен күндерді еске түсіреді. Бұл жер 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде геттодан алып келініп, өлтірілген яһудилердің жиналатын жері еді. 16 ғасырдан 2007 жылға дейін 800 жыл бойы тұз өндіретін әлемнің ең ескі тұз өндіру орталығы осы жерде. Бұл тұз кеніші 327 метр тереңдікке, 287 километр ұзындыққа ие. Польшада әлемнің ең ескі рестораны бар. Пивника Свидника есімді бұл ресторан 15 ғасырда ашылған. Біздің заманымыздан бұрын 736 жылдары салынған деп болжанатын және адамзаттың алғашқы өмір сүрген жерлерінің бір деп білінетін Бискупин деп аталатын ескі қалашықты Польшада. Содан бөлек Европаның ең ескі орманы болған. Біздің заманымыздан бұрын 8000-ші жылдарға дейін барған Беловейский орманы да Польшада. Елдің 30% ормандармен қоршалған. Польша Европаның ормандармен қоршалған 10-шы елі. Ең көп назар аударатын орманы болса, Германия шекарасында болған иілген орман. Бұл ормандағы ағаштар тік болмай иіліп өседі. Соншалықты жасыл жерлер көп болса да, Польшада шөл паркі де бар. Бұл парктың ұзындығы 32 километр. Бүгінгі таңдағы Стамбулдағы Полонецкой негізінде польшалықтар тарапынан құрылған. Шабуылға қарсы шығу үшін Польша халқы 1830 жылдары ояна бастайды. Бұл бөлік сәтсіз болды. Көптеген польшалықтар басқа елдерге көшіп кетті және Польша тарихи картадан жойылды. Саяси қуғын сүргіннің орталығы Париж еді. Бірақ сол кездегі ханзаданың басқа мақсаты бар еді. Екінші бір саяси орталық құру. Бұл орталықты Османлы империясының жеріне құруды қалады. 1832 жылы оларға Стамбулда Полонецкой деп аталатын бір жерді берді. Жыл өткен сайын бұл жердің халық саны көбейді.
1938 жылы бұл ауыл тұрғындарына Түркия Республикасы азаматтығын алу мүмкіншілігі берілді. Бұл ауылдың халық саны болса 500-ге дейін жақындайды. Қазіргі таңда бұл ауылда 50-ге жуық полшалық өмір сүреді. Bir videonun da ayağına keldik. Polsha туралы айтатын нәрселерім қазірше тек қана осылар. Басқа видеоларды өткізіп алмау үшін каналға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі бейнелерде көріскенше, мен Мардан.